Ассалаумағалейкум барша бокс-сүйер қауым. Мінекей, бір аптадан астам уақытқа созылған 2023 жылғы жастар арасындағы Қазақстан чемпионаты Орал қаласында өз мәресіне жетті. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға осы чемпионат барысында чемпион атанып, жастар арасында үздік атанған боксшылардың есімдерімен таныстыратын боламын. Таныстырмас бұрын, жалпы Орал қаласында жастар арасындағы Қазақстан чемпионаттарының тарихы өте терең. Бүгінгі күнде барша қазақ боксының мақтаныштарына айналған тұлғалар да осы жастар арасында Орал қаласындағы чемпионаттарда топ жарған болатын. Атап өтетін болсақ, 1999 жылы жастар арасындағы чемпионатта 60 келі салмақ дәрежесінде әлемге Triple G лақабатымен танылған Геннадий Головкин ағамыз чемпион атанған болатын. Осы чемпионатта алған алтынының жолын 2000 жылы жастар арасында әлемдік құрлықта қарсылас шақ келтірмей жастар арасында әлем чемпионы атанды. Одан кейін 2005 жылы өткен чемпионат Қазақстанда да бүгінгі күнде Батыс Қазақстан облысының бокс федерациясының президенті Бауыржан Каримов 64 келіде чемпион атанған болатын. Ал 60 келіде Бақытжан Қожабеков. Басқа да Мерей Ақшалов секілді Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген спорт шеберлері осы Оралдағы чемпионаттардың бірінде бас көтерген болатын. Одан кейін 2009 жылдың күзінде бүгінгі күнде кәсіпқой бокста әлемде атой салып жүрген боксшыларымыз Мейірім Нұрсұлтанов 64 келіде чемпион болған болатын. Ал 69 келі салмақ дәрежесінде Қазақ стайл лақабатымен танылып келе жатқан бүгінгі күнде IBF WBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы да жеңісті жолдарын осы Орал қаласында бастаған болатын. Айта берсек, елдің мақтаныштары өте көп. Бұл чемпионат барысында да ерекше көзге түскен боксшылар да бар. 57 келі салмақ дәрежесінде чемпион атанған ақтөбелік Көшербаев Жансері деген боксшы да ерекше стилімен көзге түсті. Одан бөлек 71 келі салмақ дәрежесінде жергілікті Орал қаласының боксшысы Сейілхан Өңер Берік Жарылқасын ағамыздың шәкірті бұл чемпионат барысында үздіктердің үздігі атанды. Тағы бір қуантатыны, ауыр салмақтағы боксшыларымыз 86, 92 және аса ауыр салмақтағы боксшылар қарқыны өте жоғары десек те болады. Алматылық Жұматай Нұргелді есімді аса ауыр салмақта чемпион атанған боксшы болашағынан үлкен үміт күттіретіндей өнер көрсете алды. Ендеше толығырақ осы чемпионаттың чемпиондарының есімімен таныс болыңыздар. Алдымен 46 келі салмақ дәрежесінде атыраулық Хеникин Алмас есімді боксшы бұл чемпионат барысында қарсылас шақ келтірмей алтыннан алқа тақты. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 48 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар бұл салмақта Қазақстан чемпионына лайықты болып Жетісу облысының боксшысы Қожахан Әділбек атанды. Ал 51 келі салмақ дәрежесінде қарағандылық Нұрлан Алмаз есімді боксшыға қарсылас шақ келмеді. Ал 54 келі салмақ дәрежесінде қызылордалық Оңталап Ерхан жастар арасында 2023 жылғы Қазақстан чемпионы атанды. 57 келі салмақ дәрежесінде жақында ғана Астана қаласында өткен Азия чемпионатының қатысушысы Көшербай Жансері бұл чемпионат барысында алтын медальға лайықты болды. Ал 60 келі салмақ дәрежесінде Шымкент қаласының боксшысы Жолдасбек Бек бұл чемпионатта үздік болып шықты. 63,5 келі салмақ дәрежесінде тағы да бір Астана қаласында өткен Азия біріншілігінің кадеттер арасындағы жүлдегері жамбылдық Қуаныш Асқар бұл жолы жастар арасында да өзінің Қазақстанда бірінші номерлі боксшысы екенін дәлелдеді. Осы Қуаныш Асқар Атланта олимпиадасының қатысушысы Бақтияр Тілегенов ағамыздың ұлы болып келеді. Ал 67 келі салмақ дәрежесінде түркістандық Тұрдалы Сұлтан чемпион болып танылса, 71 келі салмақ дәрежесінде Батыс Қазақстан облысының боксшысы 2022 жылғы 67 келі салмақ дәрежесіндегі Қазақстан чемпионы Сейілхан Өнер биыл да жастар арасында өзінің мықты екенін дәлелдеді. Осылайша Өнер жастар арасында Қазақстанның екі дүркін чемпионы деген атаққа ие болды. Ал 75 келі салмақ дәрежесінде Шымкент қаласының боксшысы Бегалиев Санжар Али бұл чемпионатта үздік екенін дәлелдеді. 80 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Жамбыл облысының боксшысы Бексұлтанов Мадияр да Қазақстан чемпионы атанды. 86 келі салмақ дәрежесінде қарағандылық Нұрпейісов Иманғали бұл чемпионат барысында дара көрінген боксшылардың бірі. Ал 92 келі салмақ дәрежесінде қызылордалық Еділбайұлы Аслан есімді боксшыға бұл чемпионат барысында қарсылас шақ келмеді. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде алматылық Жұматай Нұркелді жартылай финалда да және де ақтық бәсекеде де қарсыластарын уақытынан бұрын, яғни техникалық нокаутпен жеңіп, бұл чемпионатта қарсыластарының барлығынан бір бас жоғары екенін дәлелдей білді. Ал осы чемпионаттың ең үздік боксшысы, яғни ең үздік техника көрсеткені үшін Батыс Қазақстандық Сейілхан Өңер ерекше марапатталған болатын. Батыс Қазақстан облысының бокс федерациясына осындай жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған Қазақстан чемпионаты үшін алғысымыз шексіз. Соның ішінде спорт жанашыры, бокстан спорт шебері Бауыржан Каримовке рахметімізді айтамыз. Мінекей достар, төменге пікір қалдырып кетіңіздер, жас чемпиондарды жеңістерімен құттықтап кетіңіздер. Олар осы күннен бастап қазақ боксының болашақтары екенін сезіну мақсатында. Жеңіс күндеріміз көп болсын, қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.